Ғалым тролль шындықты бұрмалайтын айна жасайды. Сол айна әдемілікті, қорқынышты, жамандықты ұсқынсыз етіп көрсететін. Тролльдің шәкірттері айнаны сындырып алады, айна бөлшектері дүниежүзіне шашылады. Егер бір сынық адамның жүрегіне, көзіне түссе, ол қатыгез адамға айналатын еді. Айнаның бір сынығы Кай есімді баланың көзі мен жүрегіне қадалады. Оның жүрегі мұзға айналады. Кай мейірімді болса, осыдан кейін ол ұялшақ, ашушаң болып қалды. Бұл Кайдың Герда есімді құрбысын қатты қынжылтты. Өйткені екеуі дос еді. Бір күні Кай шанамен сырғанап келе жатып, ғажайып бейтаныс жанның шанасына ілесіп, үйінен алыстай берді. Бұл қар патшайымы еді. Ол баланы қардан жазылған торынына орап алады. Кай Герданы ұмытып, онымен бірге мұз сарайына тап болды. Кайдың жоғалғанын білген Герда ұзақ қайғырды. Өлгеніне сенбеді. Көктемде досын іздеуге шықты. Герда мінген қайықты өзен ағысы қайырымды сиқыршының үйіне алып келеді. Сиқыршы сүйкімді қызды сиқырлап жанында қалдырды. Гүлдері көп гүлзарды қызықтаған қыз Кай мен үйін ұмытады. Күзде қыз бұл сиқырды жеңіп, досын іздеуге шығады. Герда ақылды қырғаға жолықты. Ол қызға Кайға ұқсайтын ханзада мен ханшайым туралы айтады. Қарғалар Герданы сарайға апарды, бірақ ханзада Кай емес еді. Ханшайым Кайды іздеуін жалғастыру үшін оған әдемі киім мен күйме сыйлады. Жолда Гердаға қарақшылар шабуыл жасап өлтірмекші болды. Оған қарақшының қызы араша түсті. Ол Герданы үйіне әкеледі. Қыз орман кептерлерінен Кайдың қар патшайымының қамалында тұратынын естіді. Қарақшы қыз солтүстік бұғысына, Герданы Лапландияға апаруды тапсырды. Герда енді лапландық кемпір мен фин әйелін кездестірді. Олар қамалға барар жолды көрсетті. Қыз қамалға кіргенде Кайды көрді. Оның ыстық көз жасы Кайдың мұзға айналған жүрегін көзіндегі айна жарықшақтарын ерітеді. Кай бәрін есіне түсіріп Герданы таныды. Олар бірге қар патшайымының сарайынан қашып шығады. Достар үйге оралғанда өздерінен есейгендерін түсінді. Бірақ жан тәндермен балалыққа тән мейірімділікті сақтап қалған еді.